Иран ақштың әуе шабуылынан қаза болған Құдс күштерінің қолбасшысы генерал Қасем Сүлейманимен қоштасып жатыр. Ол мінген көлікті ақш әуе күштері дронмен атқылаған. Генералды өлтіру туралы бұйрықты президент Дональд Трамп берген. Вашингтон Сүлейманиді бірінші террорист және жүздеген ақш сарбазының өліміне жауапты дейді. Ендігі уақытта Иран ядролық саласы өз техникалық қажеттілігіне байланысты дамитынын ескертті. Иранмен бірге ядролық келісімге 2015 жылы ақш, Ресей, Қытай, Ұлыбритания, Франция және Германияда қол қойған. Қоштасу рәсімінде Қасым Сүлейманидің қызы Зейнеп Сүлеймани әкесін өлтіруге бұйрық берген ақш президенті Дональд Трампты сынады. Ақымақ Трамп, әкемнің өлімінен бәрі бітті деп ойлама, деді ол. Көшеге шыққан жұртта ақшқа өлім деп айғайлап, Америка туын өртеді. Генералды ақтық сапарға шығарып салуға миллиондаған адам Тегеран көшелеріне шықты. ақш президенті Дональд Трамп Тегеран кек қайтарса Иранның 52 аймағын, соның ішінде мәдени орындарында бомбалайтынын ескертті. Қаңтардың 5 күні Иранмен көршілес Ирак парламенті ақш әскерін елден шығару туралы шешім қабылдады. Бағдаттың бұл шешімі Трампқа жақпады. Ол Ирак біздің әскерилерді елден қуып шықса, оларға бұрын соңды көрмеген санкция саламыз деп ескертті. Ирактағы әскери базаға өте көп ақша жұмсадық. Әскери базамыз ерекше, оны салуға миллиардтаған доллар кетті. Егер олар бұл шығынды өтемесе, біз кетпейміз, деді Трамп. Бұл уақытта ақштың мемлекеттік хатшысы Майк Помпео да Тегеран Сүлейманидің өліміне кек алуға әрекет етсе, Иран лидерлерінің көпшілігі нысанаға айналатынын мәлімдеді. Помпео Иран өзге елдердегі, яғни Ирак, Сирия, Йемен, Ливандағы әскери күштерді ақшқа қарсы соққы жасауға пайдаланатын болса, оған аяусыз қарымта жасалады деген. Ядролық қарудың қолданылатынын ескерсек, зұлматтың бар әлемді шарпитыны түсінікті де.